Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге макарон палауды дәмді етіп қуыру жолын үйретемін. Каналды қолдау ретінде тіркеліп, жаңа видеоларды жіберіп болмау үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Тамақ әзірлеуде бізге керек болады картоп. 4 бұрышты етіп турап аласыздар. Сәбізді де дәл картоп сияқты 4 бұрышты етіп турайсыздар. Bir dana piyazды алып, турап аламыз. Қызып тұрған қазанға майды құйып қыздырып аласыздар. Артынша макарондарды салып, қызартырып қуырып аламыз. Қуырылған макарондарды бөлек ыдысқа аласыздар. Макарон қуырылған қазанға етті, пиязды салып қуырып аласыздар. Картоп, сәбіз, томат салып қызартырып қуырамыз. Енді 2-3 кеседей су құямыз. Дәміне қарай тұз және кез келген дәмдеуішті салсаңыздар болады. Бізде сорпасы қайнады. Енді макарондарды саламыз. Макарондарды араластырып, жарты сағатқа жай отта демдеп қоямыз. Макарон палау дайын болғанша бір пиязды алып теркадан өткізіп аламыз. 1 стакан мұздай суды құйып, пияздарды жуамыз. Ішіндегі суды төгіп, 1 чайный ложка уксус саламыз. Қызыл бұрыш саламыз. Ақ желкенді турап алып, оны да сал жесеңіздер болады. Барлық қоспаны араластырып аламыз. Міне біздің макаронымыз дайын болды. Енді бетіне пиязды қойып, дастарханға ұсыныңыздар. Ас болсын. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып қойыңыз.